Наша кафедра называется кафедра промышленно-гражданское строительство. На кафедре работает 12 человек, из них 2 доктора технических наук, 2 кандидата технических наук, 1 доктор PhD и остальные магистранты. Наша кафедра занимается не только учебной деятельностью, но и научной. Мы заключили договора с такими производственными мощностями, как КММ-2, Агрострой, Акжол, Т-строй. Наши студенты проходят практику на этих производственных площадях. После окончания учебы все студенты у нас трудоустраиваются в темиртавских строительных базах Икаро-Ильинского региона. В основном наша кафедра занимается расчетами геотехники и фундаментостроения в тяжелых, сложных инженерных геологических условиях. Это в частности Карагандинский угольный бассейн, где идет подработка территории. Там специально у нас есть специальная лаборатория, которая имитирует вот эту подработку. Она, кстати, единственная в Казахстане. И есть другие ряд лабораторий, которые позволяют студентам полностью освоить учебный процесс, который заложен в эти 4 года. Многие студенты, выпускники, уже через год-два становятся мастерами, прорабами, выходят на начальственный уровень. И они очень помогают нам, особенно в профориентационной работе. Школьники видят, что вот они так быстро делают карьеру и поступают на нашу специальность строительства. Мы впервые делаем дипломные проекты в реальном виде. То есть студенты сами выбирают объект в нашем корпусе и сами строят, обустраивают, реконструируют и ремонтируют. Также помимо реальных дипломов, которые студенты очень полюбили, делают теоретические. Но теоретически сейчас уже не в моде и очень трудоемкий, поэтому студенты уже получают практику при защите дипломного проекта. Бұл кабинеттің бәрін біздің құрылыс кафедрасының студенттері өздерінің нақты жобасын жасады, өздері дизайнын құрастырды. Біздің мұғалімдер бұлардың жасауына қатыспайды, тек қана бекітуге көмектеседі. Олар өздерінің дизайнын алып келеді, көрсетеді, ал біздің мұғалімдер бұл балалардың, студенттердің дизайнын бекітеді. Бұл кабинетте барлығын студенттер өздері жасады. Олар өздерінің ойларын, өздерінің дизайнын бәрін осы жерде іске асыра алады. Сонымен қатар бұл кабинетті жасаған студенттердің ешқайсысы ұмытылмайды. Олардың аты жөндері бәрі сыртындағы тақтада жазылып тұрады. На данный момент мы находимся в кабинете неразрушающих методов контроля строительных конструкций. В данном кабинете находятся все наши приборы, которые прошли сертификацию и метрологическую обработку. Оборудование новое. Мы не только обследуем здания и сооружения в реальных условиях, но и этими приборами мы учим студентов, как работать для будущей своей работы. Это у нас кабинет магистрантский, где магистранты в свободное от учебы время сами обрабатывают свои эксперименты, учатся, доделывают домашние задания. И проводят здесь личный досуг, чтобы чувствовать себя самостоятельным ученым. Бұл аудитория құрылыс материалдары және сәулет пәндерінің аудиториясы. Бұл аудиторияның қабырғалары сегменттерге бөлінген. Олардың әрқайсысы заманауи әрлеу материалдарынан орындалған. Әрбір студент өзінің көзімен көріп, қолымен ұстап, таныса алады осы материалдармен. Бұндай виртуалды зертханаларды студенттің виртуалды ортадағы дағдыларын қолдану үшін және зертханалық потенциалын төмендету үшін ұсынылған. Бұл құрылыс кафедрасының сандық технологиялар аудиториясы. BIM технологиялары, ол ақпараттық жобалау технологиялары. BIM технологиялары біздің құрылысты тек қана басынан бастап емес, ол нөлдік ең бастапқы циклынан бастап, ең соңғы циклына дейін, яғни пайдалануға, қолданысқа тапсыру уақытына дейінгі жобалау ретінде қолданылады. Сонымен қатар біздің видеолекция және де видеолаборатория бар. Бұған келіп сіз өзіңіздің студенттеріміз және де бейне лабораториясында видеолекциялар түсіреді. Ол біздің оқытушылық жұмысымызды жеңілдетеді және үлкен бізге көмек көрсетеді. BIM технологияларын студенттерге үйрету ол біздің болашағымыз. Егер сіз өз болашағыңызды заманауи маман ретінде көрсеңіз, онда бізге келіп оқуға түсіңіз. Бұл топырақ механикасы және іргетас негіздері аудиториясы.
Бұл аудиторияда студенттер өзінің курсовой жұмыстарын, сонымен қатар басқа да зертханалық жұмыстарын жасайды. Бұл аудитория қиын геологиялық жағдайлардағы іргетастарды салу пәнін зерттеу бойынша әртүрлі жаңағы топырақтың әртүрлі физикалық қасиеттері барлығы осы аудиторияда көрсетілген. Сондықтан бұл аудиториядан шықпай, осы аудиторияда отырып студенттер өзінің жұмыстарын жасай алады. Бұл Теміртау қаласының алғашқы құрылысшылар холлы. Бұл холлда студенттер алғашқы құрылысшылардың тарихымен таныса алады, сонымен қатар сабақтан тыс уақытындағы жұмысын ұйымдастыра алады және де сабақтар арасындағы үзіліс уақытын демалысын өткізе алады. Бұл аудитория құрылыс құралымдарын есептеу негіздері пәнінің аудиториясы. Бұл аудиторияны біздің студенттеріміз өзінің дипломдық жоба ретінде жасап шығарған. Олар өзінің дизайнын және де міне қабырғаға қолмен сандық сызуын сызылып көрсеткен. Сонымен қатар студенттер өзінің есептеулерін осы кабинетте жасайды. Мы с вами находимся в изумительном холле. Это холл истории кафедры. Его ребята делали с особой любовью. И всегда нас спрашивают, почему оранжевый цвет? Потому что это цвет рассвета. Каждый год к нам приходят новые студенты. Каждый год мы с ними знакомимся. И каждый год они нас сначала удивляют, а потом становятся нашими сотрудниками. История кафедры начинается с 1969 года. На стендах на стене это история кафедры до 18-17 года. В центре холла находится стенд «Куб», который символизирует бесконечное развитие того, чем мы с вами занимаемся. Приходите и посмотрите. Мы показываем, как учатся преподаватели кафедры. Не только вы учитесь. Мы показываем, как наши студенты отдыхают, как они танцуют на своем первом балу. Мы показываем о том, какое будущее ждет наших студентов, то есть с кем они могут работать. И еще на этом стенде можно увидеть награды, которыми награждены преподаватели кафедры за разные виды своей деятельности. Где бы мы ни были с вами, кем бы мы ни работали, самое наше главное качество – это профессионализм. И мы гарантируем высокий уровень профессионализма своим выпускникам.